Сәлем достар, баршаңызға күн қайырлы болсын. Бүгін сіздерге өзім жасап жүрген, дәмі де жасалуы да ерекше тағам жаппасайдың жасалу жолымен бөлісемін. Жасалуы өте қарапайым, үйдегі бар заттармен жасалына беретін тағам. Ол үшін алдымен майда қыздырып алып, етті қуырамыз. Бұл тағамның тағы бір ерекшелігі, барлығын майда қылып тураймыз. Бірінен кейін бірін жаймен қуырып, подливасын жасап аламын. Мен тағамға жазда өзім қатырып сақтап алған көкөністерден қызанақ пен болгар бұрышын салдым. Каналымда көкөністерді қысқа қалай қатырып сақтаудың әдісімен бөліскенмін. Соны көріп, сізде осылай қатырып алсаңыз болады. Ал картопты майда етпей ірілеу етіп тураймыз, себебі тез пісетіндіктен езіліп кетуі мүмкін. Содан соң үстіне су құйып 10-15 минуттай қайнатамыз. Астын басып жай отқа қойып қойдым, ол қайнаймын дегенше қамырын дайындап аламыз. Менде осындай алдыңғы тамақтан қалған дайын қамыр бар еді. Қамырды қатты қалың етпей теп-тегіс қылып жайып шығамыз. Мінеки жайып болдым, енді бетіне май жағып шығамыз. Менің каналымның дамуы үшін видеоның соңына дейін көріп, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Май жағып болған соң мантының қамырын кескендей кесіп шығамыз. Подливка 20 минуттай қайнады. Енді оның үстіне жаңа кесілген қамырларды салып шығамыз. Жабысып қалады деп уайымдаудың қажет жоқ. Араларына май жағылған соң жабыспай әдемі болып піседі. Барлығын жақсылап орналастырамыз. Қазанның қақпағын жауып, 20-30 минутқа жай отқа қойып қоямыз. Жиырма 25 минуттай өтті. Енді қамырларымызды жайлап тарелкаға орналастырамыз. Сұрақтарыңыз бен пікірлеріңіз болса, астына комментария бөліміне қалдырсаңыздар болады. Видео пайдалы болды деген сенімдемін. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп алсаңыздар болады. Осындай ерекше әрі қарапайым тағамдармен бөлісіп тұрамын. Міндетті түрде жасап көріңіз, отбасыңызға ұнайтынына сенімдімін. Мінеки біздің тағам дайын болды. Астарыңыз дәмді болсын.